Бір әулеттің жалғыз баласына тұрмысқа шыққан. Ол менің анам, яғни мен анаммен өзімнің тағдырымды айтып берем. Анам келін болып түскен күннен әжем жақтырмаған. Тереземіз тең емес, жағдайы төмен әулеттен шықтың деп әдеттегі бай мен кедейдің айырмашылығын айтатын. Анам ісіне пысық, барлық шаруаны екі етпей жасайтын енесінің көңілінен шығу үшін, ал атам анамды қызындай көріп, оған жаны ашып, тығып тәттілер әкеліп беріп, шыда қызым, әлі-ақ бәрі жақсы болады деп жұбататын болған. Анам ұзақ уақыт құрсақ көтере алмайды. Әрине бұл әжеме ұнамайды. Кесір келін, бұл айттым ғой сендерге, келгеніне 2 жылдан асты, әлі көтермеді деп қатты ауыр сөйлейтіні жас келінді әбден басып құлша жұмсайды. Әкем де әжемнің сөзіне еріп анамды ұрады. Тек атам ғана араша түсіп қорғайды. Бір күні әкем қатты ішіп келіп, анамды оңдырмай ұрып есінен тандырып қояды. Атам қорқып емханаға жеткізеді. Өкінішке орай 2 айлық сәбиіне түсік тастапты. Анам аяғы ауыр екенін білмеген. Әкем істеген ісіне қатты өкініп, енді ішпеуге уәде береді. Анам қатты стресске түсіп жылай беріпті, ал әжеме бұл майдай жағады, себебі тиісетін себептер көп. Атам әжеме қанша рет тәйт деп отса да, алжыған шал менде нең бар, өз жөніңді біл деп тыңдамайтын болған. Әкем барынша анамның сөзін сөйлеп, оны күйзелістен шығарудың амалын жасап, анамның көңілін тауып, татуласып қол көтермей жүреді. Көп ұзамай анам маған жүкті екенін біліп, әкем мен атам балаша қуанып, анамның бар қалауын жасап жүрді. Ал әжем бұл баладан құтылудың амалын қарастырып әлек. Анама көп жұмыс жасатып тыным бермейтін. 9 ай әрең шыдаған анам толғағы келмей қойған соң емханаға жатқызылады. Дәрі беріп, толғақ шақырып босандырады. Мен өмірге келдім. Атам мен әкем қой сойып, анама ыстық сорпасын кезекпен әкеліп отырады. Есімімді әжем Айдай деп қойған. 40 күнге дейін әжем анамды қалжалап, өйткені мені немересін көріп бәрін ұмытып кеткендей. 3 айға толған мені әжем өзімен алып жататынды шығарды. Анама тек емізетін уақытта ғана апарып, қалған уақытта жолатпайтын болған. Бірінші бала ата әжесінің баласы, сендер өздерінің екіншісін тауып алыңдар деп беттерін қайтарып тастайтын болған. Анам ешкім жоқ қара жерге барып жылап алатын. Қызын құмарлана иіскеп алып жатқысы келетін, тек ол бір арман еді. Емізетін уақытта ғана мауқын басып, қалған уақытта көздері жасаурап мені сыртымнан бақылайды екен. 1 жаста тілім шыққан мені әжем өзін ана деп айтуды үйретті. Солай өсе келе мен әжемді анашым деп, ал өз анамды жеңге деп атап кеттім. Менен кейін 3 бауырым дүниеге келді. Олар анашым дейтін, ол әжемді әже деп өз атауларымен айтатын, тек мен ғана басқалай айтатынмын. Әжем мені туған деп ойлап жүрдім ғой. Әжемнің барлық қалауымды жасайтын, мен өте ерке, өте қырсық болып өстім. Әжеммен бірге анама тиісіп жасаған тамағын менсінбей, дүкеннен әжемнің пенсиясына қалағанымды алатын. Ал бауырларым анама көмектесіп қолғабыс қылып жүретін. Мектеп бітіріп қалаға оқуға түстім. Әрине ақшаның күшімен. Мен тек боянуды, жігіттермен жүруді ұнататын едім. Негізі әжем барынша ақылды, инноватты қылып тәрбиелегісі келді. Мен тәрбиеге көнбедім. Атам бар пенсиясын менің оқуыма құйып отырды. Ал әкем бауырларының жағдайын жасады. Үлкен қалада әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Мен білгенімді жасадым. Қымбат ресторандарда тамақтанып, күнде әртүрлі киім киіп, жігіттердің нәскеше ауыстырғанды қызық көрдім. Оқуға тек үйдегілердің айқай-шумен баратынмын. Солай бір күні бір жігітпен таныстым. Өте сымбатты, келісті жігіт болды. Шыны керек, мен оның түрімен байлығына қызықтым. Онымен клубқа барып, күнде бірге серуендеп, үнемі бірге болдық. Бір күні клубта екеумізге шарапқа тойып, үлкен қателік жасадық. Ол қателіктің соңы менің жүкті болуыммен аяқталды. Жігітім жүктілігім туралы білген соң маған оны алдыруын өтінді. Ал менің алдырғым келмеді, себебі алдырсам жігітімнен айырылып қаламын деген ой келді.
Бірақ жігітім өз дегенін жасап баладан ақыры құтылды. Кейін ақырындап менен құтылудың амалын жасап жүрді. Солай жүргенде ауылдан әжем ауырып қалыпты деген хабар келді. Жедел түрде ауылға қарай жол тарттым. Барсам, әжем байқаусызда құлап қолын сындырып алыпты. Ал мен інім әжем өлейін деп жатыр деп алдағанына қатты ашуым келіп, оны үлкен таяқпен ұрып шекесін жардым. Анам маған қатты ұрсып, «Не деген жауыз қыз едің сен?» деп ішіндегі бар ашуын менен алды. «Сені қалаға барып оқып түзелеме десем, сен қыз мүлде өзгермепсің. Сол күйі бетіңмен кеткенсің. Ол кішкентай емес па? Неге оларға соншалықты өштесесің? Сенің бауырың емес пе?» деп алғаш рет үйді басына көтеріп қатты жылады. Мен анамнан бұндай сөз күтпеген едім. Содан киініп қалаға кетуге дайындалдым. Әкем мен атам болса менің ашуымды басып әлек. Әжем әдеттегі мені анама айдап салып